19 ғасырда Англия жаһандық саудаға қосылады. Олар басқа отарлардан жібек пен дәмдеуіштер әкеледі. Бірақ өкінішке қарай, кездейсоқ зомби вирусында бірге алып келеді. Және көп ұзамай бұл құбыжықтар елдің түкпір-түкпіріне тарайды. Миллиондаған адам өліп, миға деген аштықпен зомбиге айналады. Ал дені сау азаматтар Қытай мен Жапониядан келген өлім өнерін үйрене бастайды. Ақырында үкімет ұлы қорғанды, Лондонды қоршайтын 100 футтық қабырғаны салады. Одан кейін олар қалалық арнаны қосады. Бұл қала мен қабырғаны түгел қоршайтын өте терең ор. Қабырға мен ор арасындағы аумақ аралық деп аталады. Кенттегі екінші шайқаста арнаның үстіндегі көпірлердің бірі бұзылып, зомбилер аралықтағы барлық тұрғындарды қырып тастайды. Бұл жағдай патшаны есінен тандырады. Шайқас аяқталған соң, ол барлық көпірлерді бұзуға бұйрық береді, тек біреуінен басқасын. Көп ұзамай, лордтар мен ханымдар Лондоннан кетіп, өздерінің бекіністі иеліктеріне көшіп кетеді. Бір күні полковник Дарси Хартфордшир графтығындағы бір иелікке келеді. Өйткені ол біреудің тістелгені туралы естіп, тексеруге келген. Кіреберісте күзетші оның кім екенін тексереді. Туннел арқылы бір дін қызметкеріне алып барады. Дін қызметкері оның денесінде тістелген белгі бар ма, жоқ па, соны тексереді. Содан кейін ғана Дарси үйге кіргізіледі. Мұнда Фезерстоун ханым достарымен карта ойнап отыр. Фезерстоун ханым бұл жерде ешкім тістелмегенін, зомбилердің иелікке кірмегеніне бірнеше жыл болғанын айтып ант етеді. Дарси ойнағысы келетіндей кейіп танытып, стелге отырып, өлі етке тартылатын шыбындар салынған құтыны шығарады. Ол шыбындарды босатып, олардың шіріген етті анықтай алатынын түсіндіреді. Шыбындар бірнеше секунд ұшады да, бір адамның үстіне қонады. Бұл оның зомбиге айналып бара жатқанын білдіреді. Дарси дереу стаканын сындырып, әлгі адамның бетіне соғып алады да семсермен басын шауып тастайды. Содан кейін ол осы адам үйдегілердің бірін жұқтыруы мүмкін бе деп сұрайды. Фезерстоун жоққа шығарады, бірақ Дарси зомбидің басын теуіп қонақтарды шошытады да сыртқа бет алады. Алайда Фезерстоун ханымның қызы өтірік айтуға төзе алмай, жүгіріп жоғарыға көтеріліп, тістелген адамның жиенін тексеруге барады. Өкінішке орай, тым кеш, қыз зомбиге айналып, қызметкерлерге шабуылдап, енді Фезерстоунның қызына да шабуылдайды. Осы уақытта мырза Беннет 5 қызын зомбилерге қарсы қорғану үшін барлық қару-жарақпен жауынгерлік өнерге баулып жатыр. Алайда олардың анасы, миссис Беннет бұған разы емес, ол қыздарының тұрмысқа шығуға көңіл бөлгенін қалайды. Бір күні миссис Беннет би кеші болатынын естіп, күйеуін қыздарды жіберуге көндіреді. Барлық қыздар бұған қуанады, тек Элизабеттен басқасы. Ол әлеуметтік жиналыстарды ұната бермейді. Олар ең әдемі көйлектерін киіп, киімдеріне қару тығып алады. Кешкі кеште Бингли Дарсимен сөйлесіп тұрады. Бірақ кенеттен Джейнді көріп, оған бірден ғашық болады. Ол Джейнді биге шақырып, екеуі тамаша уақыт өткізеді. Кейін Бингли Дарсиге де биге шығуға кеңес беріп, Элизабетке баруға итермелейді. Бірақ Дарси оны жақсы, бірақ мені баурап алатындай әдемі емес деп айтады. Элизабет мұны естіп, ренжіп кетіп бара жатып, абайсызда бөтелкені қағып кетіп, жұрттың алдында ұятқа қалады. Сыртта Элизабет жылап отырғанда, кенеттен зомбиге айналған Фезерстоун пайда болады. Ол әлі сөйлей алады, және Элизабетке бірдеңе айтқысы келеді. Бірақ Дарси оны басынан атып тастайды. Дыбысты естіген адамдар сыртқа жүгіріп шығады. Осы сәтте тағы бір зомби пайда болып, күзетшілер дабыл қағып, шабуыл болғанын хабарлайды. Қонақтардың көбі тығылып қалуға тырысады, ал Беннет қыздары қаруларын алып, зомбилермен шайқаса бастайды. Олар еш аяусыз, дәл соққылармен және нақты тепкілермен әр зомбиді жер жастандырады. Элизабеттің шайқасын көрген Дарси оған тартыла бастайды. Кейін барлық зомбилердің денесі өртеледі. Үйге қайтқанда Джейн Бингли туралы тоқтаусыз сөйлейді. Ал Элизабет Дарсидің тәкаппарлығы мен мінезін айтып, жаттығу жасап жүріп ашу үстінде, одан да қатты соққы жасайды. Келесі күні Джейн Бинглиден шайға шақыру алады. Миссис Беннет оны атпен жіберуге мәжбүр етеді, өйткені жаңбыр жауса, түнде қалып кетуі мүмкін. Жолда бір топ ит зомби қуып жүргендіктен қаша жөнеледі. Джейн атып өлтірмек болады, бірақ аты шошып, оны жерге лақтырып тастайды. Содан кейін ол тағы да атуға тырысады, бірақ мылтығы жарылып, қолын жарақаттап алады. Зомби шабуыл жасағанда Джейн қанжарын алып, жекпе-жекпен шайқасады. Оның қолдарын кесіп, аяқтарын жаралайды. Оны жерге құлатқан соң, кеудесінен теуіп, басын жаншып өлтіреді. Жаңбыр жауа бастағанда, Джейн қолында жұқтырған баласы бар зомби әйелдің өзіне қарай келе жатқанын байқайды. Келесі күні Элизабет Бинглидің үйіне келеді. Белгілі болғандай, олар Джейнді тұмаумен ауырып жатқан жерінен тауып алып, үйге кіргізген. Сол түнді қыз қызумен өткізіп, Элизабет оны көруге келген. Алайда Дарси Джейннің вирус жұқтырғаннан қауіптенеді. Сол себепті дәрігер қарап жатқан кезде, ол тағы да өлі етке тартылатын шыбындарды жібере. Шыбындар Джейнге ешқандай реакция білдірмейді. Ал Элизабет оларды оңай ұстап алады. Ол оларды жұдырығында мыжып, кекесінде бір сөз айтып, Дарсиге қайтарады. Кейін Джейн Бингли мен оның қонақтарына қосылады, бірақ олармен карта ойнаудан бас тартып, кітап оқығанды ұнататынын айтады. Осыдан кейін нағыз әйел қандай болуы керек деген тақырыпта дау туып, Дарси бұл жағдайға таңдана ма,
әлде жек көреді ме өзі де білмейді. Сол түні Элизабет жасырын түрде сыртта жаттығып жүрген Дарсиді бақылайды. Келесі күні Беннеттің қалған қыздары мен аналары Джейн мен Элизабетті алып кетуге келеді. Бингли олардың кеткенін қаламайды. Бірақ Дарси вирус жұғу қаупін еске салып кетулерін жөн санайды. Дарси мен Элизабеттің арасында тағы бір дау шығады. Бұл жолы Дарси Элизабеттің түнде оны бақылап тұрғанын білгенін айтып қояды. Барлығының көңілін көтеру үшін миссис Беннет Бинглиді бал ұйымдастыруға көндіреді. Үйге қайтып бара жатқанда, олар жергілікті жетімдер үйінің құлағанын байқайды. Енді зомби жетімдер орманда кезіп жүр. Кейінірек мырза Беннет отбасын туыстары кузен Коллинспен таныстырады. Ол Беннет қайтыс болғаннан кейін иелікті мұрагерлікке алады. Өйткені әйелдер мұрагер бола алмайды. Түскі ас кезінде Коллинс оларға өзінің қамқоршысы леди Кэтрин туралы айтады. Ол зомби соғысы кезінде керемет қылышшы ретінде танылған. Ол Джейнге қызығушылық танытады, бірақ миссис Беннет оны бірден тоқтатып, Джейннің Бинглимен байланысы барын айтып, орнына Элизабетті ұсынады. Түстен кейін Коллинс пен қыздар тәтелеріне қонаққа барады. Бірақ жолда күйреп жатқан арба мен көмек сұраған әйелді көріп тоқтайды. Қыздар қаруларын дайындайды, ал әйел сыртқа шыққанда олар оған оқ жаудырады. Себебі ол зомби болып шықты. Джейн оны теуіп жіберіп, төбеден құлатып өлтіреді. Сапар жалғасқанда Элизабет қару жарақты өзі тасып шаршайды. Ал Коллинс оған көмектесудің орнына қаруларды қайта қолына ұстата салады. Қалаға жеткен соң, олар бұл өңірді қорғауға келген жаңа әскерлерді көреді. Элизабет лейтенант Уикхэммен танысады, және олар бірден тіл табысады. Сол маңда жүрген Дарси оларды көріп, қызғанышпен үндемей кетіп қалады. Уикхэм Элизабетке Дарсимен аралары нашар екенін, себебі отбасылық ақша мәселесі барын айтады. Кешке барлығы балға қатысады. Джейн уақытын Бинглимен өткізеді. Элизабет Уикхэммен сөйлескісі келеді, бірақ Коллинс оны биге шақырып, тым белсенді және мазасыз мінезімен оған кедергі келтіреді. Кейін Дарси Элизабетпен билегісі келеді, бірақ Коллинс тағы да ыңғайсыз жағдай туғызып, екеуінің кетіп қалуына себеп болады. Дарси кетіп бара жатып, миссис Беннеттің Джейн мен Бинглидің болашағы жайлы ақшаны көп атаумен айтып отырғанын естіп қалады. Осы кезде Элизабет Бинглимен кездесіп қалып, бір дыбыс естиді. Арттарына қарағанда қызметкерге зомби шабуыл жасап жатқанын көреді. Екеуі балталарды алып, жертөлеге түседі. Бірақ зомби Бинглиді құлатып, үстіне құлайды. Элизабет дереу сырғып түсіп, зомбиді ұрып түсіріп, досының жағдайын тексереді. Бірақ жоғары қарағанда, жертөледе жасырынған зомби жетімдерді көреді. Ол оларға бұл жерге қалай кіргендерін сұрайды. Ал бір бала, жаңа досымыз жол көрсетті деп жауап береді. Сол сәтте Дарси келіп, зомбилермен шайқаса бастайды. Ол қылышымен жылдам шабуыл жасап, зомбилерді әп-сәтте жеңіп шығады. Тіпті ас үй пышағын да пайдаланады. Бір зомбиді пешке итеріп жібереді. Содан соң Дарси Бинглидің тістелген түскенін тексереді, тіпті өлтіруге дайындалады. Бірақ Элизабет Бинглидің жай ғана құлағанын айтып тоқтатады. Кетер алдында Элизабет Дарсиге оның керемет жауынгер екенін, бірақ нашар дос екенін айтып кетеді. Келесі күні Джейн Бинглиден хат алады. Онда оның отбасы Лондонға қайта көшіп бара жатқанын, және енді Дарсидің қарындасымен көңіл жарастырмақ ниеті барын жазады. Түскі ас кезінде Коллинс Элизабетке үйлену туралы ұсыныс жасайды. Бірақ ол жағдайда Элизабет қару ұстаудан және зомбилермен күресуден бас тартуы керек болады. Элизабет оны бірден қабылдамай, сыртқа шығып, жаттығу жасап ашуын басуға тырысады. Анасы оған ашуланып, мұндай маңызды ұсыныстан бас тартқаны үшін ұрсады, ал әкесі оның шешімін құрметтейді. Элизабет әкесіне құшақтап алғысын білдіреді, бірақ анасы қайта ұрса берген соң, орманға тыныштық іздеп кетіп қалады. Орманда Элизабет 4 цилиндр қалпақ киген ер адамның үстінен ұшып бара жатқан құстарды байқайды. Осы кезде оған Уикхэм келеді, ал Элизабет артына қарағанда, әлгі 4 адам ғайып болып кеткен. Уикхэм ештеңе көрмегенін айтып, оны бір ерекше жерге шақырады. Бірнеше минуттан соң олар бір шіркеуге келеді. Онда діни қызметкер уағыз оқып жатыр. Жиналғандар артына бұрылғанда, Элизабет олардың бәрі зомби екенін көріп, шошып кетеді. Ол қаруына жармасуға тырысқанда, Уикхэм оны тоқтатып бірге отырады. Діни қызметкер зомбилерге шошқа миын береді. Сөйтсе, адам миын жемеген жұқтырғандар толық зомбиға айналмайды екен. Ал Уикхэм бұл адам мен зомбилер арасындағы түсіністікке жетудің кілті деп санайды. Элизабет бұл идеямен келісіп, оны билікке жеткізу керектігін айтады. Бірақ Уикхэм соғыс елді күйретіп кеткенін, сондықтан көмектесе алатын ешкім қалмағанын түсіндіреді. Біршама уақыт өткен соң, Элизабеттің досы Коллинспен құда түсіп жатқанын айтып, бірге қайын жұртпен танысуға баруын өтінеді. Коллинстің иелігінде Элизабет леди Кэтриннің Люциферді өлтіріп жатқан суретін көріп, күлкісін әрең тиіп қалады. Сондай-ақ қабырғада зомби ақырзаманның 4 салт аттылысының суреті бар екен. Олар ақырзаман жақындағанда көрінеді делінеді. Элизабет олардың орманда көрген 4 адам екенін түсінеді. Әлгі кезде Элизабет ақыры Кэтрин ханыммен және оның қызымен танысады. Дарси де сол жерде екеніне таң қалып, оның Кэтриннің жиені екенін біледі. Көп ұзамай Уикхэм де келеді. Оны Элизабет өзі шақырған.
себебі ол өз жоспарына ақша сұрамақ. Кэтрин зомбилермен достасу идеясын күлкілі деп санайды, және олар ешқашан бір басшыны тыңдамайды дейді. Алайда Коллинз Інжілде антихрист өлгендерді басқаруы мүмкін делінгенін еске салады. Дарси Кэтриннің пікірін қолдап, Уикхэм оның әкесін еске салғанда ашуланып, күзетшілерге оны қуып шығуға бұйырады. Элизабет Дарсиді жансыздардай сезімсіз деп кінәлайды. Сол түні Дарси ашуын басу үшін сыртта ұзақ жаттығады. Ал Элизабет құрбысынан ұйықтауға мүмкіндік бермеген қорылдан кейін баққа серуенге шығады. Және сол жерде Уикхэммен кездеседі. Уикхэм оған Дарсидің Бингли отбасын Лондонға кетуге көндіріп, Джейнді тек байлық үшін келеді деп сендіргенін айтады. Сондай-ақ Уикхэм Элизабетке бірге қашуды ұсынады, бірақ ол бұл ұсыныстан бас тартады. Кетер алдында Уикхэм сот күні жақын қалды деп ескертеді. Келесі күні Дарси Элизабетке оны өзінен төмен санайтынын, бірақ соған қарамастан оған тартылып жүргенін айтып, үйленуге ұсыныс жасайды. Элизабет оны қабылдамай, Джейн мен Бинглидің арасын бұзғанын бетіне басады. Дарси өз әрекетін қорғамақ болғанда, Элизабет оны тепкілеп, түрлі заттарды лақтырып, темір шанышқымен шабуылдайды. Дарси өзін қорғайды, сөйтіп екеуі айқасып, үстел үстінде бір-біріне жақын, ыңғайсыз қалыпта қалады. Ұрыс қайта жалғасып, тағы да ыңғайсыз жағдайда тоқтайды. Элизабет оны ешқашан сүймейтінін айтқан соң, Дарси кетіп қалады. Элизабет болса жылап жібереді. Кейінірек Элизабет Дарсиден хат алады. Онда Дарси Джейнді ренжіту ниеті болмағанын, Бинглиді анасы сияқты есепшіл адамдардан қорғау үшін жібергенін түсіндіреді. Сондай-ақ ол әкесін зомби болған соң өлтіруге мәжбүр болғанын, бірақ соған қарамастан Уикхэмге уәде етілген ақшаны бергенін жазады. Алайда Уикхэм ақшаны асынып, тағы сұраған және кейін Дарсидің жас қарындасына үйленіп, ақшасын алмақ болған. Дарси оны тоқтатып үлгерген. Хат соңында Дарси Элизабеттің шешімін құрметтейтінін және жүрегін ұмыту үшін Лондондағы зомби шабуылына қарсы соғысқа кеткенін хабарлайды. Ол біреу зомбилерді әдейі басқарып отыр деп күдіктенеді, себебі шабуылдар тым ұйымдасқан. Үйіне қайтып келген Элизабет кіші қарындасы Лидияның Уикхэммен бірге қашып кеткенін естіп, зомби шіркеуіне кеткенін аңғарады. Сол түні Кэтрин келіп, егер Элизабет Дарсиге тұрмысқа шықпаса, ол қызын оған үйлендіретінін хабарлайды. Элизабет енді Дарсиді басқаша көре бастаған, бірақ әлі де шешімсіз. Сол себепті Кэтрин оны өзінің қорғаушысы балуанымен жекпе-жекке шақырады. Қорғаушы алып денелі және күшті Элизабетті тұншықтырып, шабуылдарын жеңіл тоқтатады. Бірақ Элизабет берілмей, оның бетін жаралап, қолын сындырады. Күшті тебумен оны арқалыққа ұшырып, төбенің бір бөлігін құлатып жібере. Кэтрин оны қылышпен қоршап алады, бірақ табандылығына құрметпен қарайды. Сол сәтте мистер Беннет келіп, Лидияны құтқаруға тыйым салады, себебі бұл тым қауіпті. Джейн көмектеспек болады, бірақ Элизабет оған отбасын қорға деп өзімен ертпейді. Кэтрин Беннеттерді өз сарайына апарып паналатуды ұсынады. Элизабет пен Джейн көпірге жеткенде, сарбаздар оларды тоқтатып, ертең таңертең көпір жарылады деп ескертеді. Бұл Лондоннан келетін зомби ордасын тоқтату үшін. Қыздар ескертуді елемей, алға жылжи береді. Сол кезде Бингли майдан даласында тұрып, траншеядағы зомбилерге бомба лақтырады. Кетпек болғанда бір зомби оның мойын орамалынан ұстайды, бірақ дер кезінде Джейн келіп, орамалды кесіп, оны құтқарып қалады. Дарси жақын маңда тағы бір зомбиді өлтіреді, бірақ жерден шығып жатқан қолдарды көреді. Оны артынан үлкен зомби басып қалмақ болғанда, Элизабет оны балтамен өлтіреді. Олар зомби бейіті үстінде тұрғанын аңғарып, жерді шапқылап, тіріле бастаған мәйіттерді тоқтатады. Одан кейін Элизабет Лидияның шіркеуде екенін айтады, бірақ Дарси оған ғимараттың 5 күн бұрын жанып кеткенін, сондықтан қарындасы өлген болуы мүмкін екенін айтады. Дарси кетеді, алайда шын мәнінде ол өтірік айтқан. Шіркеу әлі де орында. Дарси жасырын кіріп, Лидияны шынжырда, байлаулы күйде табады. Сондай-ақ ол қабырғада Уикхэмнің Лондонға шабуыл жасау жоспарын көреді. Сол сәтте Уикхэм келеді, ал Дарси ақша ұсынып, Лидияны босатуын сұрайды. Бірақ Уикхэм бас тартып, қару атады. Оқ темір есікке тиіп, дыбыс зомбилердің назарын аударады. Дарси зомбилерге сарбаздардың миын жегізіп, оларды ашулы еткен болып шығады. Зомбилер лап қойғанда, Дарси Лидияның шынжырын үзіп, жылқысымен терезені ашып, оны қашырып жібере. Өзі бірнеше зомбиді өлтіреді, сосын Уикхэммен қылышпен шайқас басталады. Бұл кезде Элизабет Лондонның өртеніп жатқанын көріп, шошиды. Сол сәтте ол Лидияны көреді, бірақ ол оны естімейді. Зомби ордасы арттан жеткенде, Элизабет қылышын суырып, жолын жарып өтеді. Лидия көпірге жетіп үлгереді, ал әскерилер жарылысқа дайындалады. Шіркеуде шайқас жалғасады. Дарси Уикхэмді жаралайды. Алайда Уикхэм тірі емес, ол баяғыдан зомби болған, және адам миына деген аштықты Дарсиға деген өшпенділікпен тежеп келген. Уикхэм төртеу солдатты, тозақтан шыққан апокалипсис хабаршылары, енді келгенін айтып, өзін антихрист деп жариялайды. Ол Дарсиді тұншықтырып, басын шаппақ болғанда, Элизабет келіп, оның қолын шауып, атпен таптап өтеді. Содан кейін олар бірге атпен қашады. Арттарынан зомбилер қуады. Көпірге дәл жарылыс болар сәтте жетеді.
ал Джейн мен басқалар Элизабет өлді деп ойлайды. Бірақ түтін арасынан Элизабет еңбектеп шығып, ессіз жатқан Дарсиді тауып, сүйетінін айтады. Бірнеше күннен соң Бингли Джейнге ұсыныс жасап, ол келіседі. Дарси есін жинап, көпір үстінде Элизабеттің айтқан сөзін естігенін айтады. Ол оған үйленуге ұсыныс жасап, Элизабетті келісіп, олар сүйіседі. Екі жұп бірге үйленіп, неке қию рәсімін Коллинз өткізеді. Барлығы бақытты. Тек кенеттен Уикхэм зомби ордасымен бірге қайта пайда болады.